Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Сабағымыздың мақсаты механикалық энергияның екі түрін ажырата білеміз. Кинетикалық энергия формуласын қолданып есептер шығаруда қолдана аламыз. Жоғарыда көрсетілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын қолдануды үйрене аламыз. Балалар, энергияның түрін естіген кезде ойымызға не келеді? Сәл мұқият ойланып қарайықшы. Адамзат үшін энергия тіршіліктің ең басты көзі болып табылады. Яғни энергияны біз 80% органикалық заттан аламыз, Ал енді органикалық зат дегеніміз не? Ойланып көрейікші. Органикалық заттарға нелер жатады? Органикалық зат дегеніміз мысалға көмір, газ, мұнай, осының бәрі органикалық зат болып есептеледі екен. Олай болса, энергияның біздің өміріміздегі маңызын мына бір бейнероликтен тамашалап көрейік. Ештеңе ешқашан өзгермес еді. Тіпті еш нәрсе болмас деді. 5, 4, 3, 2, 1. Fire in the hole. Энергия объектілерге қозғалуға немесе өзгеруге мүмкіндік береді. Температураның, пішіннің және агрегаттық күйдің де өзгеруі энергияға тәуелді. Кез келген оқиға энергия өзгерісін білдіреді. Энергия басқа бір түрге өтеді. Мысалы, генератор механикалық энергияны электроэнергиясына түрлендіреді. Ал ваннадағы ыстық су адам денесін жылытқанда энергия орнын ауыстырады. Энергияның көптеген түрлері бар. Олардың барлығы джоульмен өлшенеді. Іс жүзінде энергия дегеніміз бұл жұмыс жасау мүмкіндігі. Бізде жылу, дыбыс, жарық және электр энергиясы бар. Біз үшін әрине ең маңыздысы жылу энергиясы. Біз энергияны алуан түрлі тағамдардан аламыз, және ол бізге жылынуға, денеміздің қозғалуына, бұлшық еттеріміздің жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Энергия беруші азық-түліксіз біздің қимыл қозғалысымыз мүмкін болмас еді. Энергия бізге тыныс алудан бастап, денеміздің бар мүмкіндігін пайдалануға жағдай жасайды. Балалар, алғаш рет энергия терминін енгізген кім екенін білесіздер ме? Олай болса таныс болайық. Энергия терминін 1807 жылы ағылшын ғалымы Томас Юнг енгізген екен. Грек тілінен аударғанда энергия қозғалыс деген мағынаны білдіреді. Энергия сөзін күнделікті өмірде жиі пайдаланамыз. Мысалға, көп жұмыс істейтін адамды біз энергиясы мол, яғни қуатты, күшті деп айтамыз, Ондай болса, келесі бейнероликке назар аударайық. Келесі бейнеролигіміз энергия жайында болмақ. Ұзындыққа созылғандағы ие болатын потенциалдық энергиясын анықтауға болады.
Секіру кезінде секірушінің потенциалдық энергиясы белгілі бір мөлшерге кемейді. Егер секірушінің массасы белгілі болса, онда кеміген энергияның мөлшерін оңай табуға болады. Секірушінің массасы үлкен болса, оның потенциалдық энергиясы да көп болады. Яғни бұл оның үлкен қабілетке де жете алатынын білдіреді. Сондықтан да секірушілер секірмес бұрын міндетті түрде таразыға тартылып, массасын анықтатуы керек. Сызғышты майыстырған уақытта жасалатын жұмыстың арқасында серпімді деформацияның потенциалдық энергиясы деп аталатын энергияның белгілі мөлшері пайда болады. Садақты созу кезінде орындалатын жұмыста серпімді деформацияның потенциалдық энергиясының жиналуына әкеледі. Бұл энергия кейіннен жебені ату үшін пайдаланылады. Серпімді деформацияның потенциалдық энергиясы осы энергияны жинақтау мақсатында жасалған жұмысқа тең. Бұл энергияны есептеу денені белгілі бір биіктікке көтеру кезіндегі энергияны есептеу сияқты оңай емес. Себебі әсер етуші күш өзінің шамасын өзгертіп отырады. Садақты керу кезінде жасалынатын жұмысты, үстелде жатқан шынжырды көтеру кезінде жасалынатын жұмысты есептеуге ұқсас тәсілмен есептеуге болады. Шынжырдың бір бөлігін көтеру үшін белгілі жұмысты жасау қажет. Қолды бұрынғымен салыстырғанда 2 есе жоғары тұрған нүктеге көтеру үшін бізге 4 есе артық жұмыс жасау қажет. Себебі енді төменге асылып тұрған шынжыр бөлігі 2 есе артық салмаққа ие, және оның ауырлық центрі бұрынғымен салыстырғанда 2 есе жоғары орналасқан. Сонымен 2 есе артық керілетін садақ 4 есе артық жұмысты орындауды талап етеді. Кітапты жерден көтеріп оны столға қою үшін белгілі бір мөлшерде жұмыс жасалады. Осылайша кітап шамасы жағынан жасалған жұмысқа тең энергия мөлшеріне ие болады. Дәл осы столдың үстінде жатқан басқа кітаптың да дәл осындай энергиясы бар ма? Бұны осы кітаптардың әрқайсысын столдан жерге тастау арқылы тексеріп көруімізге болады. Столдың үстіндегі кез келген денені жерге тастауға болады. Осылайша әрбір дененің жер бетіндегі биіктігімен байланысты энергиясы болады. Біз оны потенциалды энергия деп атаймыз. Потенциалды энергия денені белгілі бір биіктікке орналастыруға кететін жұмыс мөлшеріне тең. Сондықтан оны П дененің салмағын дененің тұрған H биіктігіне көбейту арқылы есептеуге болады. Дененің салмағы Сонымен энергия балалар ішкі, жылулық, ядролық, механикалық болып бөлінеді екен. Алғашқы 3 энергиямен жоғарғы сыныпта танысатын боласыздар. Сонымен механикалық энергия ол 2 түрге бөлінеді. Кинетикалық энергия және потенциалдық энергия болып. Кинетикалық энергия дегеніміз денелердің қозғалу салдарынан туындайтын энергияны айтамыз. Ал потенциалдық энергия дегеніміз әрекеттесуші әртүрлі денелердің немесе бір дене бөліктерінің өзара орналасуы бойынша анықталатын энергияны айтамыз. Кинетикалық энергияның формуласы масса, М дегеніміз дененің массасы, оның өлшем бірлігі килограмм, В дегеніміз жылдамдық, ол дененің жылдамдығы, өлшем бірлігі метр бөлінген секунд. Кинетикалық энергияның формуласы масса көбейтілген жылдамдықтың 2 еселенгені. Ал потенциалдық энергия дегеніміз, потенциалдық энергияның формуласы EP тең M көбейтілген G көбейтілген H. Бұндағы M деп отырғанымыз дененің массасы, G деп отырғанымыз еркін түсу үдеуі, H деп отырғанымыз балалар биіктік. Массаның өлшем бірлігі килограмм, еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадрат. Балалар, сабақ соңында мақсатымызға жете алдық па? Кинетикалық және потенциалдық энергияның формуласын пайдаланып есеп шығара аламыз, оны түрлендіре аламыз. Ондай болса, келесі сабақта кездескенше қош сау болыңдар.